Бүгін қалайсыздар? Бізде қазір бүгін бет ашар 12-де. Соған қызу дайындық. Бауырсақ, палау деп. Әкем өмірден өткеннен кейінгі алғашқы той біздің шаңырақта. Алғашқы келін түсіп жатыр. Бақыттан басым айналып жүр дейін да. Біз сәнін сәндеп бұны. Бір күн жасаймыз, ауылдың келіншектері керсен, мынаны керсен дейді бізде. Керсен нәрсені таңертең бастайды да жарты сағат 40 минуттың ішінде дайын болады ғой. Пельмен бауырсақтың жанына қояды өшін. Бауырдан котлет. Дәмі керемет екен енді. Ayşen dura vereceğim işte benim okuyayım yakın. Макарды мен Мұхаммед Қали деп жазып қойсам, Мырзағали екен ғой вообще. Ал енді құрметті ағайын, бүгінгі міне Мейрамбек ағамызда бір аумақ тұрып жатқан жерлімі, менің ұрпағым көбейді деп. Ал енді бүгін сол Мейрамбек ағамыздың жанынан жалау болған Алланың берген перзенттерін сүйіп, бүгін келін алып, қолы сарып, шайын отырғызып бізге бір шапалақ ұрып қойыңыздар ағайын. Той құтты болсын дейміз. Ал енді қазақтың салт дәстүрімен, үлкен аталарымыздың ақ батасымен бет ашарды бастауға рұқсат етіңіздер ағайын. Ал бет ашарымызды бастаймыз. Meyramбек атаңыздың әруағының құрметіне келіп, осындағы үлкен аталарыңыздың, апаларыңыздың құрметшісі дүниеден ата баба әруағының құрметіне келінше, қос сәлем болсын деді. Дүниеден өткен ата баба әруағының құрметіне. Оралай атаңыз, Батыр, Гүлшен, Махмұд, Роса, Бауыржан, Сағира, Мыңбай, Әсел, Нұрлыбай, өз үлген ата енелеріңіздің құрметіне келінжан, арнайы қос сәлем болсын. Және шапалағыр қойыңыздар, о ағайын, осы әулеттің үлкені Нұржан атасы бастаған, көрекелді. Көрген басылар, ақсақалдан ауылың, көлігін қалған жақсылар. Бізде Олдаш какас келін сайын деп атыр. Олдаш жас келін емес, сен алып жүрсің ғой да. Ол кезде көзім қаралы тесіп өтіп кеткен ғой. Сезініп атымда. Келін түсті бізге. Құдалары, құдабек құдашалары, Әнуар, құдамыз бастаған, Ғаппар, Нүрия, Жанаділ. Олдашқа жуасың ба? Келін ұстаған жуас па, жубайсың ба?